Сақтансаң сақтайды. Жыл басталғалы қаламыздың жер үй секторында 32 өрт оқиғасы болған. Ревакцинация тақады. Елімізде коронавирусқа қарсы қайта вакцинациялау қараша-желтоқсан айларында басталуы мүмкін. Жыл басынан бері қаламыздың жер үй секторында 32 өрт оқиғасы болған. Оның 16-сы өрт қауіпсіздігін сақтамағаннан орын алып отыр. Электр сымының қысқа тұйықталуынан 13 өрт және жылыту пешінен шыққан ақау салдарынан 3 рет қызыл жалын тұтанған. Жылыту маусымы басталған тұста құтқарушылар тұрғындарға қауіпсіздік ережелерін сақтауды қатаң ескертеді. Отқа немқұрайлы қарау мен пешті дұрыс пайдаланбаудың салдары қайғылы жағдайға әкеп соғуы мүмкін. Соның бір мысалы өткен аптада ғана болған қайғылы жағдай еді. Рембаза аумағындағы барак типтес жер үйдің бірінен шыққан өрттен 42 жастағы әйел жанып кетті. Қызыл жалынның тұтануына толық сөндірілмеген темекі тұқылы себеп болып отыр дейді мамандар. Перед началом отопительного сезона жылыту маусымының алдында Балқаш қалалық төтенше жағдай басқармасы мамандары жер үй секторы тұрғындарымен өрт қауіпсіздігі туралы профилактикалық шара жүргізді. Тұрғындарға айтарымыз, ақау бар электр құрылғыларын пайдаланбаңыздар. Пешті қосып қараусыз қалдырмаңыздар. Жылыту пешін пайдаланатындар өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауы тиіс. Үйден шығарда электр құрылғыларын толығымен өшіріп кету қажет. Өрт қауіпсіздігін сақтамаған тұлғалар әкімшілік жауапкершілікке тартылатын болады. Елімізде коронавирусқа қарсы ревакцинация қараша-желтоқсан айларында басталуы мүмкін. Бұл туралы денсаулық сақтау министрі Алексей Цой мәлімдеді. Министрдің айтуынша, әлемдік тәжірибеге сүйене отырып, ревакцинацияны сақтықпен жасау керек. Әуелі бірінші қатардағы жұмыскерлер және антиденелері жоқ азаматтар вакцинацияланбақ. Қандай вакцина, қандай дозада салу керек деген сұрақтар әлі де қаралуда. Бұл жаңалыққа балқаштықтардың пікірі қандай? Олар қайта вакцинациялауға дайын ба? Қайтадан алмаймыз вакцина. Екінші рет. Ревакцинацияны. Спутник. Қалай көтердіңіз? Біріншісінде, правда, не болды, қиындық болды. Екіншісінде уже сезілген жоқ. Алдым. Қайсысын? Екеуін де алдым. Спутник. Қалай көтердіңіз? Ешқай жеріңіз ауырған жоқ па? Ауырдық қой дейік, ауырмаймыз. Ауырдық, кетті, жазымыз жақсы ғой. Салдырады ғой, бәрі салдырады ғой, бәрі. Бәрі салдырады. Сол емес пе салдырады бәрі. Салдыру керек пе? Не үшін егу керек? 2 рет алды емес пе мысалы? Халықтың бәрі 2 рет алды ғой вакцинаны. Енді 3-ші рет не үшін? Немене? Ол әлемдік тәжірибе дейді. Әлемдік тәжірибемен мен келіспеймін оған екінші. Иә, қарсылығым жоқ деп ойлаймын. Өйткені одан адамдар ауырып жатыр, немесе жағдайлары нашар болды деп естіп жатқан жоқпын. Наоборот, қазір коронавирус басылған сияқты, бәрі тынышталған сияқты. Қалай неліктен болды ғой уже бәрімізге вакцинаны салып дұрыс па? Оны кім алады қазір оны? Болды уже білмеймін енді ғой. Бұны көтеретін болса халықты көтеріп кететін сияқты ғой. Балқаш қалалық мешітінің ауласын ретке келтіру үшін қаржылай көмек қажет. Алла үйінің аумағындағы жек тастарды толығымен ауыстыруға 2 миллион теңгеге жуық қаржы сұралады. Мешіт қызметкерлері арнайы мамандарды шақыртып, қанша жек тас кететінін есептеп қойған. Оған қоса жұмысшыларға төленетін жалақысы тағы бар. Мешіт айналасындағы жек тастардың салынғанына біраз жыл болған. Бүгінде әбден мүжіліп, тозығы жеткені көрініп тұр. Мешіт ұжымы қайырымдылыққа жаны жақын жомарт балқаштықтардың көмегін қуана қабыл алады. Құрметті балқаштықтар, енді осы Балқаш қалалық мешітімізге ат салысып жұмыла көтерген жүк жеңіл демекші бәріміз бірдей жұдырықтай осы іске ат салысатын болатын болсақ, ол енді тез бітеді деген ойдамыз иншалла. Мамандар келіп, соған жаңағындай 433 штук бордюр, сосын 240 штук параграф керек деді. Солардың жұмысымен қосқан кезде жаңағындай біз барып есептеттік. Оқушылар сарайының тәлімгерлері республикалық бокс турнирінен қола медаль еншілеп қайтты. Түркістан облысында өткен спорт жарысында балқаштық Аяжан Ермек пен Гүлназ Асу бақтарын сынап қайтқан. 2007-2008 жылы туған қыздар арасында өткен бәсекеге еліміздің түкпір-түкпірінен жүздеген боксшы қыз жиналған. Нәтижесінде екі бұрымды да өз салмақ дәрежесінде 3-ші орынға ие болып отыр. Аяжан Ермек сондай-ақ турнир жүлдегері ретінде Азия чемпионатына жолдама алған. Айта кету керек, екі жас спортшы да қаламыздағы оқушылар сарайының ұстазы Әли Жукин шәкірттері. Мен әлі ағайда 2016 жылдан бері 9 жасымнан бастап боксқа қатысамын. Осы жылға дейін біраз талай жетістікке жеттік аға екеміз.
Мен өзім жалпы 7 мектеп гимназиясында 9 сынып оқушысымын. Түркістан облысы Мақтаарал ауданы Атакент кентінде республикалық турнирге барып келдік. Ол жерде мен 54 кг салмақ дәрежесінде бағым сынадым. Ең бірінші четвертьфиналда мен Алматы облысының қызымен шықтым. Оны 3-0 есебімен жеңдім. Ал полуфиналда мен Павлодар облысының қызымен шықтым. Оған 2-1 есебімен есе жібере алдым. Мен номер 2 мектеп интернаты санаторлық мектепте оқимын. 8 сыныпта. Мен осы боксқа 2018 жылы келдім. Осы жарыста мен өз бағымды 40 келі салмақта бағым сынадым. Біріншісінде шыққан кезде мен Шығыс Қазақстан облысымен шықтым. Ол жерде мен жеңдім, ал осы полуфиналда мен жеңіліп қалдым.